Құрметті қалайық. Көп ұлтты республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Ел басқару сырт көзге жеңіл көрінетін сияқты. Президент болам дейтіндер көп. Бір қызығы, сол адамдардың бірде-біреуі президент болмайды. Себебі президентті адамның өзі немесе халық таңдамайды. Президентті уақыт, оқиғалар таңдайды. Ал сол тақты сақтап қалу, елді дұрыс басқарып ықыласын алу тұлғаның өзіне байланысты. Президентте 40 кісінің айласы мен ақылы болуы шарт. Ол өмірлік тәжірибемен, біліммен және генетикалық түйсікпен келетін қасиет. Тақтан келе сәт айырылатын адамдар бар. Ал тақта ұзақ уақыт билеп, өз еркімен кететіндер бар. Бұл екеуінің айырмасы ақшада емес, айырмасы ақыл айласында. Ақылды адам айлалы адам. Айланы шебер қолдану арқылы халықтың ой санасын билеп алады. Яғни, ел белгілі бір тұлғаға қашықтықтан сенім артады. Бұлай қарасан абсурд сияқты. Өмірінде жақыннан көрмеген, қолын ұстап амандаспаған, бірге жүріп, бірге тұрып танымаған адамға қалай сенім артуға болады? Сенім артуға болады екен. Оны әлемдегі президент таңдау процестері айқын дәлелдеп тұр. Мұнда ғана қашықтан сауда жасап, оқытуды қолға алып жаңалық деп жүрміз. Ал қашықтықтан президент депутаттарды сайлап жүргенде неге миға кірмеген? Қашықтан да адамды танып, дос болуға, сенім артуға болатынын. Ал сол президент мүлт кетіп қате жіберсе, сенімді ақтамады деп шулайды. Кінә президентте емес, бар кінә сол президентті таңдаған елдің санасында. Санасы биік, тектік тұғыры мықты ел, мықты саясаткерді сахнаға шығарады. Шын мәніндегі саясаткер әуелі ел мүддесін бірінші орынға қояды. Ел мүддесі үшін өз баласын да құрбандыққа жіберген оқиғалар бар тарихта. Міне, нағыз елбасы деген осындай қайрат жігері мықты тұлғалар болуы шарт. Дәл осындай тұлғаларға ел сенім артады. Дәл осындай тұлғалармен мақтанса болады. Бірақ саясаттың тағы екінші қыры бар. Ол әлемді уысында ұстап отырған державалардың ықпалы. Бұл әлемдік саясаттағы өте күрделі мәселе. Мысалы, Каддафи, Саддам тағдырлары. Бұл тұлғалар өз елінде көмек батыр болғанымен державалардың дұшпанына айналды. Державалардың ықпалымен өз елінде қадір қасиеті санаулы секундтарда ақ быт-шыт болды. Сондықтан саясатта ақыл айлан генетикалық түйсігін басқадан артық болмаса, бәрі бекер. Ел басқару күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылып, от басына қарауға да уақыт болмай, ел ғамы, ел мүддесі үшін ашық айқас десе де болады. Ал сен осындай режимге дайынсың ба?